Мотор. Қайырлы күн достар, менің есімім Аяулым, және де бүгін біз сіздермен мақсатты аудитория жайлы сөйлесетін боламыз. Мақсатты аудитория дегеніміз ол сіздің ұсынып жатқан қызметіңіздің не тауарыңыздың тікелей тұтынушысы. Мақсатты аудиторияның маңызы өте зор, өйткені сіздің алдағы уақытта жасап жатқан контентіңіз, ұсынып жатқан бүкіл ақпаратыңыз дұрыс аудиторияға жету керек. Сол арқылы сіздің блогыңыз, не бизнес аккаунтыңыз дұрыс бағытта дамиды. Аудиторияның сұлбасын жасау үшін бірнеше критерийлерді қолданған дұрыс. Ең алғашқы критерий ол жынысын анықтау. Сіздің ұсынып жатқан қызметіңіз, тауарыңыз қандай адамдарға арналған? Ер кісілерге немесе әйел кісілерге? Мәселен, әйел кісілерге. Жынысын таңдап алдық. Келесі кезек жасын анықтаңыз. Мәселен, 17 жас аралықпен 25 жас аралығындағы аудитория. Осы аудитория бойынша мен жұмыс жасаймын, олардың қажеттіліктерін анықтаймын. Сол арқылы дұрыс контент ұсынамын деген секілді мақсат болу керек. Келесі, олар немен айналысады? Олардың айналысатын ісі. Бірі мектеп оқушысы, студент және де жұмыс жасайтын әйел кісілер. Қандай жұмыс жасайды? Қанша уақыт жұмыс жасайды? Және де олардың айналысатын хоббиі қандай? Бос уақытысында немен айналысады? Нені мақсат тұтады? Және де алдағы уақытта олардың армандары қандай? Және олар неге ұмтылады? Дәл осы майда шүйде нәрселерді анықтау арқылы сіздің өз аудиторияңызды дұрыс таңдайсыз. Және сол арқылы аудиторияңыздың қажеттілігін анықтап, оларға дұрыс ақпарат, дұрыс тауар ұсына аласыз. Көп SMM мамандары осы нәрсені қателесіп жатады, яғни аудитория таңдаудан. Аудитория таңдау тек қана контентке емес, ертең күні сіздер өзіңіздің контентіңізді дұрыстап алған соң, сіз не істейсіз? Сіз жарнама жасайсыз, сіз таргет жібересіз. Сіз блогерлерден жарнама аласыз. Және де сіз егер де өз аудиторияңызды білмесеңіз, сіздің жарнамаға құйған ақшаңыз далаға ұшып кетеді. Сол себептен осы қателіктерді жібермеу үшін целевой аудиторияны, мақсатты аудиторияны дұрыс әрі нақты жасап алу керек. Кәдімгі қағазды алып, сол жаққа менің мақсатты аудитория, менің тұтынушым мынандай. Оның жасы осыншада, ол осындай нәрсемен айналысады. Ол бос уақытысында кітап оқығанды жақсы көреді, бос уақытысында фильм көргенді жақсы көреді деген секілді майда шүйдеге дейін жазу керек. Сол арқылы сіз не ұсына алатыныңызды білесіз. Және де дұрыс анықталған целевой аудитория, яғни мақсатты аудитория, ертең күні сіздің контентіңіздің дұрыс бағытта дамитыныңызды көрсетеді. Бүгінге осы, ұнаса, пайдалы болса сақтап алыңыздар. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Аяулым.